Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымызда оттекті органикалық қосылыстар, соның ішінде спирттер тақырыбын қарастыратын боламыз. Сабағымыздың мақсаты бір атомды және көп атомды спирттер құрамында оттегі бар органикалық қосылыстарды білу. Бағалау критерийлері: бірінші, спирттерді алу тәсілдері мен қолдану саласын атайды, спирттердің құрылымдық формулаларын жазады және оларды IUPAC номенклатурасы бойынша атайды. Үшінші, құрылымдық функционалдық топтағы изомерлердің молекулаларын жіктейді және құрастырады. Алдымен сіздерді бүгінгі сабағымыздың жоспарымен таныстырып өтейін. Бірінші, спирттердің гомологтық қатары мен номенклатурасы, жүктелуі, алыну жолдары, физикалық және химиялық қасиеттері және қолдануы. Осы тақырыптар бойынша бүгінгі сабақты қарастыратын боламыз. Спирттерде молекулаларында көмірсутек радикалымен байланысқан гидроксил тобы бар заттарды атаймыз. Жалпы формуласы CnH2n+1OH. Спирттердің гомологтық қатарына келетін болсақ, барлық спирттерге жүйелік номенклатура бойынша ол деген жұрнақ жалғанады. Мысалға, бірінші метил спирті бізде CH3OH метанол, этил спирті C2H5OH этанол, пропил спирті C3H7 пропанол және бутил спирті C4H9OH бутанол. Алыну жолдарына келетін болсақ, этил спиртін әртүрлі жолдармен алады. Соның бірі ол бізде глюкозаны ашытқы қатысында алу реакциясы. Яғни C6H12O6 этил спирті түзіледі және көмір қышқыл газы бөлінеді. Және тағы да бір алыну жолы бар, ол бізде этиленге, яғни алкендерге су қосу арқылы біз спирттерді алады екенбіз. Этил спиртін бір атомды спирттерді алудың жалпы әдісін қолданып алуға болады. Өндірістік ауқымда этил спиртін Цельсий бағаны бойынша 270 градус температурада этилен мен су буының арасында болатын реакция нәтижесінде алады. Катализатор ретінде фосфор қышқылын пайдаланады. Өндірістік процесс үздіксіз жүреді. Этилен мен су буының ыстық қоспасы бұрғылдақ негізге адсорбцияланған фосфор қышқылы арқылы өткізеді. Реакциялық қоспа суық сумен суытылатындықтан алынған этил спиртін конденсация арқылы бөліп алады. Зертханада этил спиртін сәйкес галоген алканды, мысалы бром этанды гидролиздеу арқылы алуға болады. Яғни бұл видеода көргендей, этил спиртіне суды қосу арқылы катализатор қатысында, яғни ортофосфор қышқылын катализаторы қатысында бұл реакция жүреді, нәтижесінде этил спирті түзіледі. Келесі спирттердің жүктелуіне келетін болсақ, ең негізгі 3 классқа жүктеледі. Бірінші, ол гидроксил тобымен байланысқан көмірсутек радикалына байланысты, екінші, гидроксил тобының санына байланысты және үшінші, гидроксил тобымен байланысқан көміртек атомның табиғатына байланысты. Бірінші жүктелу бойынша бізде спирттер қаныққан, қанықпаған және ароматты болып жүктеледі. Екінші, гидроксил тобының санына байланысты спирттер бір атомды, екі атомды және үш атомды болып жүктеледі. Бір атомды спирттерге мысалы ретінде этил спирті, екі атомды спирттерге этилен глюкольді және үш атомды спирттерге глицеринді жатқызуға болады. Келесі, гидроксил тобымен байланысқан көмірсутек радикалына байланысты спирттер біріншілік, екіншілік және үшіншілік болып жүктеледі. Спирттердің физикалық қасиеттеріне келетін болсақ, қалыпты температурада С10-ға дейінгі спирттердің барлығы сұйық заттар, С11-ден жоғары қарай олардың барлығы қатты заттар болып келеді, және сонымен қатар спирттерге өздеріне тән иістері болады. Мысалға, бутанол мен пентанолдың иістері жағымсыз болып келеді. Бұл кестеде спирттердің атаулары, формуласы және қайнау температуралары берілген. Спирттердің химиялық қасиеттері, химиялық қасиеттерін анықтайтын гидроксил тобы және ол байланысқан радикалдардың құрылысы болып келеді. Спирттерге қышқылдық негіздік қасиет тән болады. Спирттер негізі бірнеше реакцияларға түседі. Мысалға, тотығу реакциясына, дегидратациялану реакциясына және орынбасу реакцияларына түседі. Бірінші, сутек атомының орынбасу реакциясына, бұл жерде спирттерге сілтілік металдармен әрекеттесу арқылы алкоголяттар алуға болады.
OH тобында жүретін реакциялар бойынша спирттер галоген сутектермен әрекеттесіп, нәтижесінде галоген алкандарды және суды түзеді екен. Жалпы дегидратация реакциялары спирттерде екі түрлі болады: молекула ішілік және молекула аралық. Молекула ішілік дегидратацияда алкендер, ал молекула аралықта бізде жай эфирлер түзіледі. Тотығу реакцияларына келетін болсақ, тотығу күшті тотықтырғыштар әсерінен тотығады. Түзілу өнімдері спирттердің орынбасу дәрежесіне сай және пайдаланатын тотықтырғыштың табиғатына байланысты болып келеді. Соған байланысты спирттердің мыс оксидімен тотықтыру арқылы біз альдегидтер ала аламыз. Енді спирттердің қолдануына келетін болсақ, барлығымыз білетіндей, спирттер бізде көбінесе медицинада қолданылады. Мысалға, этил спиртті бізде сүртінуге, компресс жасауға, антисептикалық препараттарды жасауда, сонымен қатар медициналық құрал-жабдықтарды залалсыздандыру үшін кеңінен қолданылады. Жалпы спирттердің адам ағзасына тигізетін зиянын қарастырып өтейік. Алкогольді ұзақ уақыт бойы және шамадан тыс қолдану тәуелділікті, яғни ішімдікке салынуды тудырады. Алкогольге тәуелді ағзада әдетте зат алмасу процестерінде майларды, ақуыздар мен қанттарды тотықтыру үшін қолданылатын оттек спиртті тотықтыруға жұмсалады. Нәтижесінде көбінесе жүрек қызметінің әлсізденуіне әкеліп соғатын ішкі мүшелердің дегенерациясы, тыныс алудың қиындауы, цирроз, панкреатит және басқа да аурулар пайда болады. Сонымен қатар алкоголь орталық жүйке жүйесін тежейді. Сондықтан оны шамадан тыс пайдалану мидың қайтымсыз зақымдануына, жалпы әлсіздікке және уақытынан бұрын өлімге әкеліп соғады. Осы видеода қарастырғандай, жалпы спирттердің адам ағзасына тигізетін зияны өте көп. Ол ішкі ағзаларымызды, яғни ішкі органдарымызды зақымдайды екен. Бүгінгі сабақтың тақырыбын қорытындылау үшін келесідей тапсырмаларды орындап өтейік. Бірінші тапсырма сұрақтарға жауап беру. Спирттер деп қандай қосылыстарды атайды, мысал келтір. Және екінші, спирттердің жалпы формуласын жазып, функционалды топ дегенімізне сұрағына жауап бер. Екінші тапсырма реакция теңдеулерін жаз. Яғни бұл жерде спирттердің химиялық қасиеттерін қарастыра отырып, этанолдан этилен алу және этанолдан хлоретан алу реакция теңдеулерін жазып шық. Үшінші, реакция теңдеулерін аяқтап, коэффициенттерін қой. Яғни бірінші, галоген алкандардың гидролизі реакциясы берілген, екінші, алкендердің гидратациялануы, үшінші, глюкозаның ашуы және төртінші, метанолдың синтезделуі. Барлық берілген реакция теңдеулерін аяқтап, коэффициенттерін қою керек. Төртінші тапсырма, спирттер мен фенолдың қолдануы туралы постер жаса. Бесінші тапсырма, кітаппен жұмыс істейміз. Бұл жерде 113-ші беттегі есептерді, яғни бірінші және екінші есепті шығар. Алтыншы тапсырмада Вен диаграмманы толтыру керек, яғни спирттер мен фенолдар бойынша жалпы айырмашылығы және ұқсастығы бойынша. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.